Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге өзімнің әйел бақыты гүлін қалай күтіп баптау керек екенін көрсетпекшімін. Менің бұл каналымды ашқаннан бергі бірінші видеом. Сіздерге ұсынатыным бүгін әйел бақыты гүлі. Бұл әрине бұл сорт үлкен сорты. Бұны жапырағын көріңіздер. Бұл негізінде бұл гүлді тек қана екі жапырақты мен үлкен гигант, женский, орысша айтқанда женский счастье, гигант деп айтады. Оны мен екі ғана несін жапырағын кішкене ғана тамырымен алғанмын отростка ретінде. Содан бұл бір жыл бойы өте қатты көп жаңағы қиналды, өсіп кетуі оңай болған жоқ. Мені көріп тұрсыздар, бір жапырағы даже солып қалды. Мені бұны алғанда тамыры өте аз еді. Бір отырғыздым, басында жақсы білген жоқпын. Сонымен интернеттен көріп, ізденіп, осыны түсіруге шештім. Және бұл гүлді қалай аман алып қалдым? Бірінші, бұны отырғызған кезде өскен жоқ. Керісінше бұл одан сайын нашарлап, сарғайып, қурай бастады. Не себепті екенін білмей, мен бірінші бұны үлкен горшокқа отырғызғанмын. Үлкен горшокқа. Сосын бұған көп су құйғанмын. Суды жақсы көреді деген соң көп су құйғанмын. Бұл содан тамыры шірей бастаған. Мен оның топырағын ашып, горшоктан сонымен ашып көрсем, жартылай тамыры, өзі кішкентай тамыры еді, жарты тамыры шіріпті. Сосын енді қалай не аламын деп, топырағын барлығын кішкентай горшокқа ауыстырып, мынандай сияқты пластмасса ыдысқа ауыстырып, бұны. Содан кейін тамыр өсіру үшін бұған пар керек. Пленкамен жауып, парник жасадым. Жылыжай, қазақшасын айтқанда жылыжай жасадым. Содан бірінші тамыр өсті. Мұны көріп тұрғандарыңыздай, тамыры әдемі өсті. Көрініп тұрған болса сіздерде. Содан тамыры өсті, бірақ үлкен, дәл осындай екі жапырақ еді. Бір жапырағы өліп қалды, солып қалды, шіріп кетті. Одан бірінші, сосын тамыр өскен соң, мен жаңағыдай жақсы болып, қатайып неған соң алып тастадым пленканы, жылыжайды. Содан кейін мынандай болып, кішкентай жапырақтар шыға бастады. Содан мынандай жапырақ сәл үлкендеу шықты. Содан жақсы өсіп жатыр. Бұл үлкен гигант әйел бақыты деп аталынады, үлкен сорты. Мен бұны отростка ретінде алғанмын. Менде тағы да үйде гүлдер көп. Гүлді өзім жақсы көремін. Бұны қалай күтіп баптап жүрмін? Мен бір байқағаным, менде бұдан да басқа әйел бақыты гүлі бар. Бірақ көбінесе мен су сепкішпен сеуіп, су бүркеп жүрсем де, мынандай ұштары қурап жатты. Не себепті екенін біраз уақытқа дейін білмедім. Содан мен мына немнен тағы да осылай қурап жатқанын көрдім де. Сосын мен бір неге ойланыстырып көрдім, бұған ылғалдылық жетпейді, не себепті. Содан мен мынандай баклажканың түбін кесіп алып, ішіне көрсеңіздер, кішкентай ғана су. Ол тағы да тек қана шұңқыр-шұңқырларында ғана әрең тұрады. Мына ортасы биіктеу. Көріп тұрған болсаңыздар, ортасы биік. Сол жерге тек гүлді қойып, суға тимейді гүлдің тамыры. Дәл осылай қойғанда, мына жерден ылғалды суып, ылғал сақтап тұрылса керек. Содан бері өте жақсы мұны. Көріп тұрғандарыңыздай, өте жақсы жапырақтар шығып жатыр. Қурамай, күніне бір рет су сеуіп қоямын.
және бұл сынып қалды. Және бұл суға мен 1-2 тамшы аптасына 1 рет аммиак, нашатерный спирт деп аталынады. 1-2 тамшы су құйып, мынаған су бүркегішімізге 1-2 тамшы аммиактан құйып су себемін. Келесі аптасында мына перекис, сутек, перекис водород 1-2 тамшы 1 литр суға қосып су себемін. Және де 2 апта, 3 апта дегенде янтарная кислота. Бұны бірақ үнемі қолданбаймын, үнемі істемеймін бұны. Бұны 1-2 таблеткасын айына 1 рет су құйғанда және су шашып осылай істегенде қолданамын. Осы әйел бақытты. Бұл гүл үлкен горшокты жақсы көрмейді. Жаңа бастапқыда айтып кеткенімдей, үлкен горшокта бұл өскен жоқ. Содан мен осындай кішкентай ғана горшокқа отырғыздым, стаканға. Содан мұны көтеріліп тұр, көріп тұрған шығарсыздар, ортасында тұр. Кішкене ғана мына жерлерде су тұр. Сонда пар болып буланып шығып, мынаның ылғалдылығын жапырақтарының сақтап тұрады. Бұл өзі экзотикада өсетін гүл есептелінеді, ылғалдылықты жақсы көретін тропический деп. Сол себепті осындай жағдай жасадым. Осы көктем басталғалы, бұл гүл негізі тез өседі. Осы көктем басталғалы өскен жапырақтары осы. Рахмет назарларыңызға. Және менің бұл кемшілігім болса қатты сөкпеңіздер. Және менің бұл түсіріп жатқан бірінші видеом. Тағы да қандай гүл туралы ақпарат білгілеріңіз келеді, сол туралы комментарийға жазсаңыздар болады. Және мен сол туралы күтімді қалай күтіп баптайтынымды сіздерге айтып беретін боламын. Егер ұнаса, лайк басыңыздар. Назарларыңызға рахмет.